Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Қазіргі таңда ең актуальный сұрақ осы услуг охраны, күзет қызметі. Яғни кім болса да осы услуг охраны қазір актуальный вопрос болып тұр, кімде болса да. Сіздерге енді қысқаша мәлімет беріп кетейін. Яғни кемедегінің жаны бір демекші, бәріміз осылай бір жолмен істегенді жөн көрдік. Енді ең алдымен рабочий кабинет, договор и мои договорға кіресіздер. Кіргеннен кейін менде уже көптеген келісімшарттар исполнен болып тұр. Действует статус тек 5-6 договор бар. Яғни тез табу үшін поискқа действует таңдаймын да, и поискты басып қалам. Сол кезде өзі 5-6 договор бар. Соның бірі күзет қызметі, яғни услуга охраны. Соны ашамын. Соны ашқаннан кейін договор и согласование кіресіздер. Договор согласование ішіндегі именно согласование кіресіздер. Согласование кіргеннен кейін осы жерге директордың атынан хат жазып жібересіздер. Мысалға, Ақтөбе қаласының осындай мемлекеттік мекемесі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңының 43-ші бабының 18-ші тармағына сәйкес 2025 жылы 27 қаңтардағы нөмір 1 күзет қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы жасалған келісім шартқа сәйкес тапсырыс берушінің үздіксіз қызметін қамтамасыз ету мақсатында конкурстық тәсілмен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейін кезеңге дейін шарттың қолданысын ұзартуға келісім беруіңізді сұраймыз. Қосымша келісім шарт 2026 жылдың 28 ақпанына дейін күшінде болады. Осы жауапты 2025 жылдың 24 желтоқсанға дейін жазбаша түрде немесе электрондық шарт қойындысына келісу журналы арқылы жауап беруіңізді сұраймыз. Егер жауап ұсынылмаған жағдайда тапсырыс беруші заңның 39 бабының 3 тармағының 50 тармақшасына сәйкес өзге де әлеуетті өнім берушілерге таңдауға құқылы. Яғни сіздер осы 2025 жылы соңғы келісім шартты жасадыңыздар. Яғни 2023, 24, 25 жылы ең соңғы келісім шарт. Сол келісім шарттың нөмірін, күнін жазып, осы заңның 43-ші бабының 18 тармақшасына сәйкес, яғни 2026 жылдың қаңтар және ақпан айына келісім шартқа қосымша келісім шарт жасауға рұқсатыңызды беруіңізді сұраймын деп хат жазасыз. Яғни ол қосымша келісім шарт 2026 жылдың 28 ақпанына дейін күшінде болады, яғни январь-февральға дейін. Осы хатқа жауап ретінде 2025 жылдың 24 желтоқсанға дейін жауап беруіңізді сұраймыз деп жазасыздар. Және ол жазғаннан кейін сіздер телефонмен хабарласып оларға айтасыздар. Мысалға, ол мемлекеттік сатып алуға кірмеуі мүмкін, немесе договор согласованиесін мүлдем оқымауы мүмкін. Кейбір сондай поставщиктер болады, сол себепті звондап айтып жүргендеріңіз жөн. Және де бумажный қағаз түрінде жазып жіберулеріңізге болады, электрондық және электронды түрде хатын алуларыңызға болады. Бірақ көп жағдайда ол хаттар әрбір жерге подшивать етіп қоясыздар да, сосын таба алмай қаласыздар. Ал мемлекеттік сатып алу порталының осы согласование жазған хаттарыңыз ол міндетті түрде ішінде сақтаулы тұрады. Мысалы, қазір 2025 жыл, мысалы 2030 жылда ашсаңыз да, бұл портал өзгеріп кетпесе, жалпы осы сайты өзгеріп кетпесе, осы хаттарыңыз, осы келісім шарттарыңыз тұратын болады, осының ішінде жазған хаттарыңыз барлығы. Сол осында сақталған жөн. Егер ол жауап береді, жауапта егер келісіп жатса, осы 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін сіз келісім шарт ұсынуыңыз керек. Ал егер ол отказ берген жағдайда, яғни қарсы болған жағдайда, заңның 30 бабының 3 тармағының 50 тармақшасына сәйкес басқа әлеуметті өнім берушілерге, яғни басқа поставщиктерге таңдау құқығыңыз бар. Яғни 3 коммерцияға жібересіз. Және ескертетін жайт, көбіне осы заказчиктер услуга охранамен телефон ретінде сөйлесіп, келісімін алып жатады. Бұл енді заң жүзінде дәлелдей алмайсыздар. Сол себептен осылай письменный түрде хат ретінде
жазып хат ретінде жауап алған жөн. Мысалға менде бір поставщик, міне көрсетейін. Сізге жауап бере отырып, сіздермен нөмір 3 келісім шарт бойынша 3 жыл бойына абыроймен жұмысымызды атқардық. Енді осы келісім шартпен 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларына сол бағамен жұмыс жасай алмаймыз. Келісім шартты 2026 жылға ұзартудан бас тартамыз дейді. Яғни бұл бас тартып тұр, себебі январь-февралға қоятын ақшамыз оларды қанағаттандырмайды. Егер осы поставщик келіскен жағдайда сіздер мысалы 2025 жылы ай сайын январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьге дейін ақша төледіңіздер ғой. Ай сайын төлеген сума мысалға біреулеріңізде 350 мың болуы мүмкін, біреулеріңізде 400 мың болуы мүмкін. Яғни ай сайын 400 мың болды деп есептейік мысалға. Егер ай сайын 400 мыңнан төлеген болсаңыздар, сіз қосымша келісім шартқа келіскен жағдайда январь-февралға 400 мыңнан 800 мыңға келісім шарт отырасыз. Қосымша келісім шарт. Яғни январға 400 мың, февралға 400 мың. Яғни қосымша келісім шарттың сумасы 800 мың болады. Егер сіздер ай сайын 350 мыңнан төлеген болсаңыздар, онда январға 350 мың, ақпан айына 350 мың, яғни 700 мың теңгеге келісім шартын, қосымша келісім шартын ұсынасыз. Сонымен отырасыз. Енді бұлар ол сума жеткіліксіз деп тұр ғой. 350 мыңға келіспейміз, мысалға 450 мың деп тұр. Біз 450 мың болса 2 айға 900 мың теңгеге қосымша келісім шартын ұсыну қажет болып тұр, бірақ ол заңға қайшы болып тұр, себебі ол ай сайынғы сумадан асып кетіп тұр. Дәл осылай жауаптарын алыңыздар, себебі көп поставщиктер жауап беріп болмайды. Заңында болсын деп, яғни осылай хат жазып жауаптарын алып алыңыздар. Енді алдағы уақытта предварительный план салып 50-ші тармақшамен қосымша келісім шарттарын басқа поставщиктерге ұсынатын боламын. Так, құрметті әріптестер, бұл видеодан дұрыс түсінбеген болсаңыздар, енді алдағы уақытта осы конкурс ойнату жөнінде, және предварительный план жөнінде, және де егер келіскен жағдайда қосымша келісім шартын ұсыну жөнінде, егер келіспеген жағдайда 50-ші тармақшамен келісім шарт ұсыну жөнінде басқа да видеолар салатын боламын. Әзірге бізде тексеріс келеді деп жатыр, соған дайындық, өзім үлгермей жатырмын. Енді айып етпесіздер. Кемедегінің жаны бір демекші. Енді пока что өзім жасағанымды видеоға түсіріп, салып сіздермен бөлісіп жатырмын. Бәріміз бір болайық деген мақсатпен. Осы видеоны кімде осы услуга охрана туралы сұрақтар туындап жатыр, соған ссылкамен бөлісіп қойыңыздар. Өздері қарап, лайк басып, комментарий жазып жіберсе, мен үшін өте қуаныш. Себебі сіздер тыңдап алып, оларға айтып бергеннен, олардың қарағандары, маған просмотр көбейткендері әлде қайда мен үшін қайырлы болмақ. Назарларыңызға көп рахмет. Және де бір ескертетін жағдай, егер басқа қаладан қараған болсаңыздар, басқа ауылдық жерден қараған болсаңыздар, сізде услуга охрана бар ма, соны бірінші біліп алыңыз. 3 жылға отырасыз ба, отырмайсыз ба? Егер сізде услуга охрана болмаған болса, онда бұл сізге бұл видеоны қажет жоқ. Сіздер жаңағыдай свет, газ, коммунальный услуг, немесе питание, және заправка, картеж, пожарный сигнализацияларды осылай 2 айға доп соглашение жасап тастауларыңыз мүмкін. Сөйтіп қате түсініп қалмаңыздар. Бұл тек қана күзет қызметі, услуга охрана. Услуга охрана бізде 3 жылға бір ойнатады, яғни многолетний договор жасаймыз. Және де осы услуга охрана жөнінде тағы бір ескертетін жағдай, конкурс құжаттамасын дайындайсыздар. Және сіздерде бір өзінің МРП-сы бар ғой, МРП-дан асатын болса, бізде ОГЗ, яғни акимат ойнату керек негізі. Сонда мән беріңіздер. Сіздер мысалға келесі жылы ақшаларыңыз қанша болып тұр, финансирование қанша болып тұр. Мысалға сіздерге 5 миллион бөлетін болса, оның 1-2 миллиондайы
услуга охрана кетуі мүмкін. Қалғандары жаңа парус, 1С, заправка картridж, техобслуживание газ деген сияқтыларға жетеді. Яғни сізде қаражатыңыз жеткілікті болса, онда сіз конкурсқа шыға аласыз. Ал егер сізде ақша жеткіліксіз болса, онда сұрақтар туындап қалуы мүмкін. Соған да мән беріңіз. Мысалға сізді бар суммаға конкурсқа шығып тастайсыз. Мысалға 3 жылға 15 миллионға конкурс ойнатасыз. Мысалға 1 жылға 5 миллион, келесі жылға 5 миллион, 3-ші жылға 5 миллион, яғни 26-ға 5 миллион, 27-ге 5 миллион, 28-ге 5 миллион. Ал сізде план финансирование берілген 5 миллион болса, сіз ертең услуга охрана ұтып алады. Мысалға 4 миллион 500-ге, мысалға 500 мың экономия болады. 500 мың экономия, ертең парусыңыз бар, 1Сіңіз бар, жетпей қалуы мүмкін. Сол себепте план финансирование сіздер қарап алыңыздар, распределение жасап. Алдағы уақытта видеолар салатын боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Бөлісіп тұрыңыздар, лайк басып тұрыңыздар, комментарий жазып тұрыңыздар. Алдын ала рахмет. Сонымен қатар сізге хат жазған жағдайда, жауап хаты, яғни келіскен жағдайда, сіз осы 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін қосымша келісім шартын ұсынып, яғни қосымша келісім шартқа отыруларыңыз қажет. Ал егер отказ берген жағдайда 50-ші тармақшамен, яғни осы кезде немесе январда, енді өзіңізге қай уақытта ыңғайлы, желайтын 31 декабрьге дейін 50-ші статьямен, яғни 3 поставщикке жіберіп, біреумен келісіп, көндіріп, сол отырғандарыңыз жөн. Ал егер осы 2025 жылға дейін осы отырған поставщигіңіз сізге хат жазып келіскен жағдайда, сіз осы 31 декабрьге дейін қосымша келісім шартын жасамасаңыз, онда да ол нарушение болуы мүмкін. Яғни 31 декабрьге дейін сіз қосымша келісім шартын ұсынбадыңыз, ал келесі мысалға жұмыс күні қашан? 2026 жылдың 5-ші қаңтары. 5-ші қаңтарында сіз қосымша келісім шартын ұсынсаңыз, ол уже нарушение болады. Себебі ол келіскен жағдайда тек осы жылдың 31 қаңтарына, желтоқсанына дейін қосымша келісім шартын ұсынып үлгеруіңіз қажет. Ал келесі жылға өтіп кетсе, уже 50-ші статьямен отырасыз, бірақ осы 2025 жылға отырған поставщикпен отыра алмайсыз. Сондай заңдылықтары бар, соны ескерерсіздер. Енді алдағы уақытта видео салатын болам, пока шамалап үлгермей жатырмын. Назарларыңызға тағы да рахмет.